Құрметті көрермендер, бүгін сіздер 40 күзеннен жасалған ішікпен таныс боласыздар. Бұл негізі сырты трап пальто. Матасы траптан жасалған, жағасы қаракүл қойынан өндірілген. Қаракүл қойдың қосылары өте құнды болып есептелген. Бұл қаракүл жағалы киіміз, бұның ішін күзеннің 40 пұшпағынан құрап жасаған. Бұл күзеннің терісін иілеп, жұмсартып, әбден өңдейді. Бұл аң Қазақстанның әр жерінде мекендейді. Бұл ер адамның сырт киімі. Бұл теріден жасалған бірінші қасиеті аяз өткізбейді. Екіншіден адамға өте денсаулығына ем. Суықты тері өзіне тартып алады да адамның бойына жібермейді. Бұл қаракүл жағаны қойдың қосынан жасаған. Әйел адамдардың, ер адамдардың бас киімдерін тіккен. Қойдың қосынан жасалған қаракүлдер бас киімдер деп жаңа айтып кеткеніміздей, жағалары өз кезеңінде сәнділікке құнды болып саналған. Бұл киімді бізге құрмет азаматы Жаңарқа ауданымыздың тұрғыны Бейбіт Хасенов тапсырған. Көңілдеріңізге, тыңдағандарыңызға рахмет.